Дәл қазір MMA немесе де аралас жекпе-жек жанкүйерлер үшін шоу жасап төбелесті екінші орынға қойып келеді. Аралас жекпе-жекте трэш-ток ең басты заттардың бірі. Соның арқасында біз неше түрлі жұлдызды жауынгерлерді көріп келеміз. Қанша жерден эксперт, аналитик және де қатты жанкүйер болсаңыз да, трэш-токты қолданып төбелесетін жауынгерлерді қызыға қарап келесіздер. Адамдарға жекпе-жектің өзі ғана емес, сол жекпе-жекке дейінгі болған қақтығыс және де қарсыластық өте қызық. Осы үшін тез танымал болу үшін көптеген жауынгерлер трэш-токты қолданып, тезірек жұлдызға айналып кетеді. Сіздермен бірге Азамат арнасы және де бүгін біз UFC-дегі топ 5 трэш-токерлер жайлы сөз қозғайтын боламыз. Ал осы видео басталмас бұрын, міндетті түрде лайк басып, арнаға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар келесі видеода қай жауынгер жайлы немесе де қандай тақырыпта видео шығарайық, комментарийге жазып кетіңіздер. Ал біз бастаймыз. Топымызды ашып отырған Колби Ковингтон. Өзі ащы тілді трэш-тогымен көптеген адамдардың абыройына тиісіп, түртіп отырды. Ең қызығы, Бразилия еліне төбелесуге барып, бүкіл елді қоқысқа толы, сасыған жер деп айтты. Ал Бразилия халқын бет-ауыздары лас, шіріген жануарлар деп біраз хейт алып қалды. Бұдан басқа, американдықтардың да жынына тиіп, сол кездегі ақш президенті Дональд Трампты қолдап, ЛГБТ және де тағы да басқа шайтандарды жамандап шықты. Сол үшін де біраз қоғамның хейтіне толып жүрді. Сонымен қатар соңғы байқағанымыз өзінің бауыры, жақын досы Хорхе Масвидальмен өткізген жекпе-жегі. 10 жыл бұрын Масвидаль Ковингтонды өз үйіне шақырып, ағалы-інілі бауырлар секілді көмектесіп жүрді. Алайда уақыт өте келе Ковингтон өз трэш-тогымен бауырын жамандап, солмен төбелесіп жеңіске жеткен болатын. Бірақ жекпе-жек кезінде Ковингтон Масвидальдің балаларына боқтап, әйелін жезөкше деп атап жүрді. Солай жекпе-жек аяқталған соң Майами қаласында Масвидаль көшеде Ковингтонмен төбелесіп, тісімен жағын сындырған болатын. Бұған қарамастан, көптеген аналитик пен жанкүйерлердің айтуы бойынша, осы трэш-токтың арқасында Ковингтон өзіне керек танымалдылыққа ие болып, UFC-дің уақытша чемпиондық белбеуіне қол жеткізді. Келесі орында Куинтон Рэмпейдж Джексон. Бәлкім көптеген жас жанкүйерлер бұл жауынгерді білмейтін шығар. Алайда кезінде Куинтон Джексон аралас жекпе-жектің ең басты жұлдызды жауынгерлерінің бірі болды. Аты аңызға айналған чемпиондар мен жұлдызды жауынгерлерді жеңе ғана қоймай, американдық спорт үшін ең басты адамдардың бірі болған. Куинтон Джексон япондық Pride промоушенінің чемпионы атанып, UFC-ге келіп, қатарынан 2 промоушенінің чемпиондық белбеуін жеңіп алған алғашқы жауынгер болды. Бұдан басқа, Куинтон Джексон әзілқой және де өте күлкілі адамдардың бірі болды. Болған әр пресс-конференцияда қарсыластармен әзілдесіп, біраз күлкі жағдайларды тудырды. Дегенмен Куинтон Джексон біздің трэш-токерлер топымызда 4-ші орында алып отыр. Топымыздың қола жүлдесі Майкл Биспингке кетеді. Британдық жауынгер батыс Еуропадан шыққан алғашқы MMA жауынгерлерінің бірі болды. Ұлыбритания елінен шыққан бірінші The Ultimate Fighter реалити шоуының жеңімпазы және де алғашқы британдық UFC чемпионы. Биспинг әрдайым кез келген сөзбен болған қақтығыстарда жеңімпаз болып шығатын. Өзінің интеллектуалды трэш-тогымен біраз чемпиондарды өзінен шығарып, психологиялық қысым жасап жүрді. Соның арқасында кез келген жауынгермен жекпе-жекке шығатын еді. Себебі, орта салмақтың чемпионы болған кезде басты үміткерлермен төбелесудің орнына мансабын аяқтаған Жорж Сен-Пьерді жекпе-жекке шақырып алды. Әдемі және де әшші сөйлеуінің арқасында мансабын аяқтаған соң UFC Tonight бағдарламасын жүргізіп, комментатор рөлінде жұмыс жасап келеді. Екінші орында, тек қана екінші орында, Конор Макгрегор. Біз Конор Макгрегор жайлы топ 5 ең нашар UFC чемпиондары атты видеода айтқан болатынбыз. Кіріп қарап кетсеңіздер болады. Бұл адамның арқасында көптеген адамдар MMA және де UFC жайлы білген болатын. Өзінің әдістерімен Макгрегор қарсыластарының басына кіріп, өте қатты психологиялық қысым жасайтын. Соның арқасында жекпе-жекке шықпай тұрып, Макгрегор әр қарсыласын мораль жағынан жеңіп отырды. Макгрегордың трэш-тогы 2 рет дәл тиген болатын. Басында Конор Макгрегор жартылай жеңіл салмақтың сол кездегі мықты жауынгерлерінің бірі Дастин Порьемен қарсыластығы. Сол кезде Конор трэш-тогымен дұрыс жұмыс жасап, алғашқы раундта техникалық нокаутпен жеңіске жеткен болатын. Келесіде сол кездегі аты аңызға айналған UFC чемпионы Жозе Альдо. 10 жыл бойы жеңіліп көрмеген Жозе Макгрегормен кездеспес бұрын 1,5 жыл бойы бүкіл әлем бойынша пресс-тур жасап шықты. Соның арқасында Макгрегор Жозе Альдоның басына кіріп, психология жағынан сындырып тастады. Солай жекпе-жекте Конор Жозе Альдоны 13 секундта нокаутқа түсірді.
Ең қызығы, Жозе Альдо бұған дейін ешқашан нокаутқа түсіп көрмеген еді. Және де Конор Макгрегор бұл соққыны арнайы дайындап, жасаған әр заты ұзақ уақыт бойы дамытылып келген екен. Бұдан соң Конор Макгрегор қатарынан 2 салмақтың чемпионы атанды. Боксқа барып, Флойд Майвезермен жекпе-жекке шықты. Алайда, кейін қарны тоқ Конор Макгрегор әлі күнге дейін өзінің сол кездегі күйіне қайта келе алмай соңғы 4 жекпе-жекте 3 рет жеңіліс тапты. Топымызды басқарып отырған трэш-токтың атасы Конор Макгрегорден де асып түскен суырып салма трэш-токер Chael Sonnen. Chael Sonnen MMA тарихындағы ең үздік трэш-токер. Кезінде Колби Ковингтон секілді Sonnen талантты жауынгер болатын. Оның күресі өте жоғары деңгейде және де студент кезінде жақсы күресетін еді. Алайда қарсыласын төменгі сатыда ұстап, көрпе секілді жататын. Осының кесірінен Макгрегор секілді ақылы трансляцияны pay-per-view'ді сата алмайтын. Бұны жақсы түсінген Соннен өзінің интеллектуалды ойының арқасында трэш-токты әдемі қолданатын басты адам болды. Солай Chael Sonnenнің трэш-тогі басқаларға қарағанда өте қатты көзге түсетін. Дәл осылай Chael Sonnen UFC тарихындағы ең үздік трэш-токер атанып отыр. Ал осымен біздің видео соңына дейін жетті. Егер де сізге ұнаса, міндетті түрде лайк басып, арнаға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар келесі видеода қандай тақырыпта немесе де қай жауынгер жайлы видео шығарайық? Комментарийге жазып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Азамат арнасы. Сау саламатта көріскенше сау болыңыздар.